Армысыздар, эфирде қазу жаңалықтары. Сіздермен бірге мен Ақбота Ахметова. Алда көретіндеріңіз. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің басқарма төрағасы ректоры Жансейіт Түймебаев ақш-тың Лихай университетінің шығармашылық ізденістер жөніндегі бірінші проректоры және Маунтоп бастамасының директоры профессор Ханжан Мехтамен ынтымақтастық және бірлескен жобаларды іске асыру жайын талқылады. Кездесуде университет басшысы қазудың ақш-тың түрлі салалардағы академиялық мекемелермен тығыз байланыста екенін атап өтті. Университет бүгінде ақш-тың 10-нан астам жетекші жоғары оқу орындары, институттары, зерттеу орталықтары, қауымдастықтары және үкіметтік емес ұйымдармен келісім аясында жұмыс істеп келеді. Осы ынтымақтастық аясында түрлі оқу білім беру бағдарламалары мен ғылыми инновациялық жобалар табысты іске асырылуда. Қазу адами капитал көрсеткішін жақсарту, ел дамуындағы ғылым мен білімнің рөлін арттыру үшін әлемнің жетекші жоғары оқу орындарымен тәжірибе алмасу арқылы іргелі білім мен озық ғылымды ілгерілету міндетін қойды дей келе, оқу орнының басшысы серіктестікті одан әрі дамытуға, ынтымақтастықты кеңейтуге бағытталған бастамаларды қолдайтынын жеткізді. Университет ректоры Жансейіт Түймебаев Пәкістанның қазіргі заманғы тілдер ұлттық университетінің ректоры генерал-майор Мухаммед Джафармен онлайн кездесу өткізді. Онлайн отырысқа Пәкістан Ислам Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшісі Саджат Ахмет және Қазақстан Республикасының Пәкістан Ислам Республикасындағы елшісі Ержан Қыстафин қатысты. Әңгіме барысында әріптестікті орнату және нығайту мәселелері кеңінен талқыланды. Университет басшысы екі ел арасындағы жемісті дипломатияны атап өтіп, білім және ғылым саласындағы байланысты одан әрі жандандыру ниетін білдірді. 1992 жылдан бастап Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шығыстану факультетінде урду тілі мен әдебиеті мамандығы ашылғанын айта келе, ректор білім ордасында урду тілін білетін 50-ден астам маман даярланғанын атап өтті. Сонымен қатар 2019 жылы шығыстану факультетінде Қазақстандағы Пәкістан Ислам Республикасы елшілігінің қолдауымен Мұхаммад Али Джинна атындағы орталық ашылды. Оқу орнының басшысы биыл осы орталықты техникалық әрі оқу материалдарымен толықтырғаны үшін Пәкістан тарапына ризашылық білдіріп, университет пәкістандық жастардың жоғары білім алуына, білікті маман болуына жан-жақты үлес қосуға дайын екенін жеткізді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне Қазақ синема ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының басқарма төрағасы Есетжан Қосыбаев бастаған отандық кино саласының белгілі мамандары келді. Кездесу аясында қазудың басқарма төрағасы ректоры Жансейіт Түймебаев пен Қазақ синема ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының басқарма төрағасы Есетжан Қосыбаев ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Білім ордасының басшысы Жансейіт Түймебаев қара шаңырақтың қазақ кино өндірісінің дамуына серпін берер зор әлеуетіне тоқталып, осы мақсатта үлкен жобаларды бірлесіп жүзеге асыру ниетін жеткізді. Биыл журналистика факультетінің баспасөз және электронды бақ кафедрасында бакалавриат деңгейінде кино және медиа білім беру бағдарламасы ашылғанын хабарлады. Бұл бағдарлама шығармашылық шеберлікті қолдана отырып, креативті өнім жасауға қабілетті кино және медиа саласындағы сұранысқа ие кадрларды даярлауға бағытталған. Сонымен қатар оқу үдерісіне кино тарихы, кино және медиа зерттеулер, кинодраматургия, кино рецензиялар, режиссура сияқты пәндер енгізілгенін айта келе, ректор осы саланың үздік мамандарын дәріс оқуға, сапалы маман даярлау ісіне атсалысуға шақырды. Қазақ синема орталығының басқарма төрағасы өз кезегінде оқу орнының бастамаларына қолдау танытып, кино саласын дамытудағы академиялық білімнің маңызына назар аударды. Университет түлегі қазу қабырғасында алған іргелі білімнің өз қызмет жолында үлкен мүмкіншіліктерге жол ашқанын ризашылықпен атап өтті. Теория мен тәжірибені ұштастырып, білім берудің өзектілігіне мән беріп, қазу қабырғасында кино саласының жастарына арналған оқу өндірістік хаб ашуды ұсынды. Сондай-ақ кездесуге ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы басқарма төрағасының орынбасары Бауыржан Шөкенов пен баспасөз қызметінің жетекшісі Андрей Сакулинский, Қазақстан киносыншылар қауымдастығының президенті Гүлнар Әбікеева және танымал актер, сценарист Нұрлан Санжар сынды өзге де сала мамандары қатысып, кино өндірісін жаңа бағытта дамыту және кадр даярлау жөніндегі өз көзқарастарымен бөлісті. Биыл Токио 2020 олимпиадасына қатысқан бір топ түлектеріміз бен студенттеріміз қазудың және еліміздің абырой беделін көтергені көпшілікке мәлім.
Осы орайда қазу түлегі дзюдошы Елдос Сметовті әңгімеге тарттық. Ол іргелі білім ордасының заң факультетін бітірген. Токио 2020 Олимпиадасында 60 келі салмақта бақ сынасып, қола медальға қол жеткізді. Спортшы өзінің жеңісті нәтижелерге қол жеткізу жолында қазудың дене шынықтыру және спорт кафедрасында дзюдодан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы педагогика ғылымының кандидаты Мелекша Мырзаев пен сол кезде қызмет атқарған КСРО еңбек сіңірген жаттықтырушысы, дене шынықтыру және спорт кафедрасының доценті марқұм Виктор Якубаның есімін құрметпен атады. Елдос Сметов түпкі арманы Олимпиада алтынын алу екенін жасырмайды. Жарақаттарын емдетіп, біраз күш жинап алған соң жаттығу залына оралатын болады. Осымен жаңалықтар легі аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.